Қазақ қырғыз бір туған деп келген қазақ пен қырғыз кешегі ойыннан кейін, болмайтын көкпардан кейін үлкен бір жауға айналып жатыр. Кеше енді комментарийларды оқысаң, енді ужас, адам шошылды. Қырғыздардың жазып жатқаны, қазақтар сендерге Путин соғыс ашады, біз де Путинға жақтасамыз, қазақтарды құлып аламыз, бүйтеміз сөйтеміз деп қазақтар да ауыр сөздер жазып, қазақ қырғыздардың тарихта чукча, якуттан тараған деп, одан кейін қырғыздар жазып жатыр, Кенесарыны өлтірген дұрыс болыпты деп. Енді бұл барлығы бұл провокаторлардың сөздері. Бұлар екі елдің ортасына таза от салу, екі елдің бірлігін құрту деген мақсатта істеліп жатқан жағдай. Енді қарапайым қазақ пен қырғызға айтарым, бұл провокацияға бой бермеңіздер. Себебі бұл дұрыс емес. Жаман ұлт жоқ дейді, жаман адам бар дейді. Енді ол көкпарда мен қазақтарды жақтап жатқаным жоқ, және даттап жатқаным жоқ. Бұл жерде бар кінәні төрешіге тығу керек, төрешіден сұрау керек, төреші жауапқа тартылу керек. Бұл жерде қырғыздың да қазақты да кінәлауға, немесе ұлтты кінәлаудың қырғыздар қазір істеп жатқандай. Оның керегі жоқ. Кеше бір қазақ жігіттер жазып жатса, қазақтікі дұрыс болмады, ұят болды деп. Соның астына қырғыздардың бәрі жазып жатыр, бір еркек бар екен ғой қазақта деп. Сонда одан басқа сонда әділ болмады деп айтпаған көкпар, мысалы біз сияқты көрмейтін, көкпарға қызықпайтын қазақтың жігіттері сонда еркек болмағаны ма? Бұл нәрселерді тоқтату керек, бұл провокациялардың бәрін. Болмайтын бір ойын үшін екі ең жақын көрші, қазақ пен қырғыз ең жақын бауыр деп отқан екі ұлт соғысып кетпесін. Ол қалай десеңіздер, кеше біреу жазып отыр, мен ертең барам, базарда істеймін, қырғыздарға қазақша сөйлетемін, жігітше деп. Енді ертең мысалы ол барады базарда, қырғыздарды ұрады. Ертең ол қырғыздар интернет дамыған заман интернетке салады, біздің қазақтар жабылып ұрды деп. Ертең ол қырғыздары барады да Қырғызстанда қазақтарды ұстап алып, қазақтарды ұрады, соның арты соғысқа барады. Біраз адам өледі. Сол кезде Аллахтың алдына не деп барып жауап бересіңдер? Бір ойын үшін, көкпар үшін өліп қалдық дейсіңдер ме? Сол үшін болмайтын нәрсені тоқтатыңдар. Мен көкпар федерациясын жақтап жатқан жоқпын қазақтарда. Бұл жерде судьяның әділетсіздігі болған. Біз правиланы түсінбейтін біздің өзіміз көрдім. Мен кеше соны нақтылап көріп шықтым. Ереже бұзылған. Судьяның қырғыз бауыр артқа қараған кезде ысқырғаны бәрі көрініп тұр. Енді подсуд болғаны көрініп тұр. Бірақ ол судьяның кінәсі. Ол қазақ ұлтының кінәсі емес ол. Ол судьядан сұралу керек. Судья ол үшін жауап беру керек. Сендер ұлтқа тиіспеңдер, артық кетпеңдер, артық айтпаңдар. Біз комментарий жазып жатқан 6 адам үшін біз 6 миллион қырғыз елін даттап жатқан жоқпыз, жамандап жатқан жоқпыз. Сол үшін провокацияға бой бермеңіздер. Қазақ пен қырғыз бір туған дедіңдер ме? Бір туған болып қалыңдар, бауыр болыңдар. Болмайтын бір ойын үшін бұндай дұшпанға айналмаңдар. Бұл негізгі көшпенділер деген ойынды құрту керек. Себебі бұл негізгі бұл жасап отқан идеологиялары барлық түркі елдерін бір Туран деген тудың астына жинаймыз деген идеология екен. Бірақ ол идеология керісінше достық емес, дұшпандық қалыптарып жатыр. Уже қанша жылға жалғасып бара жатыр. Қырғыз бен қазақ дұшпанға айналып бара жатыр осы көкпардың кесірінен. Бұл спортты қою керек. Тартамайсыңдар ма? Қойыңдар. Болмаса әділ тартыңдар. Бұл жерде уже дело принципа болып жатыр ғой. Сол үшін бұл жаулыққа айналып бара жатыр, дұшпандыққа айналып бара жатыр. Сол үшін бұл спортты қоя салған дұрыс, бұл көшпенділерді тоқтату керек. Себебі ертең бұлар достастырмайды, бұлар дұшпандастырады. Екі елдің арасын, қазақ пен өзбекті, қазақ пен қырғызды. Қазір кім жаман, қазақ жаман болып жатыр. Не үшін? Сол көшпенділер үшін. Қазақ халқы жаман деген атқа айналып жатыр да. Қазақтарға да айтарым, провокацияға бой бермеңіздер. Интернетте жатып жазып жатқан диванный эксперттер үшін қырғыз елін жауға санамаңыздар. Біздің батыста су тасқыны болған кезде біздің өкіметтен бірінші көмек берген бұл осы көрші қырғыз елі. Оны ұмытпаңыздар, қырғыздың да жақсылығын. Бұл жақта да жаман адам бар шығар, бірақ жаман ұлт жоқ. Сол үшін
артық кетпеңіздер, барлық ұлтқа сөйлемеңіздер, барлық ұлтқа тиіспеңіздер. Сол екі жақ бауыр деді ма, бірін-бірімен бауыр болып қалу керек. Сол мен де бір өзімнің ойымды айтып кетейін дегем. Ассаламу алейкум.